Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Жәнібек Әлімханұлыға қатысты ақпарат ағайындар. Өткен түні Жәнібектің Андрей Михайловичпен өткізер кездесуінің саудасы өтті. IBF ұйымы өз белбеулерін осыдан біршама уақыт бұрын саудаға шығарған болатын. Әрине, кездесуді өткізуге Михайловичтің құқын қорғаушы No Limit компаниясы мен Әлімханұлының ісін жүргізетін промотерлік компания Top Rank қатысқан болатын. Нәтижесінде $351 мың ұсынған No Limit компаниясы $350 мың тіккен Top Rank'тен сауданы ұтып алыпты. Мәссаған, мен бұрын соңды мұндайды көрген емеспін. $1 мың артық берген үшін алпауыт Top Rank өз чемпионның кездесуін өткізу құқын қарсылас тарапына бере салған. Бұл не болды дейсіздер ме? Бұл менің сөздерімнің дәлелі. Top Rank Жәнібекті бағалы акция ретінде қарамайды. Оны әлі де тиімсіз боксшы деп санайды. Сондықтан оның тағдырын тәлкекке түсіріп отыр. Негізі бұл жағдайға біздің боксшының өз кінәсі де бар. Өздеріңіз білесіздер ғой, алғашқы ұйымдастырылған кездесу Жәнібек салмақ жасай алмағандықтан өтпей қалғаны. Ол кезде кешті Top Rank жасаған еді. Әрине, жалпы кеш өтті, бірақ Боб Арум қазаққа қатты ашуланған секілді. Мойындаймыз, бұл жайт біздің профи тарапынан кәсіпқойлық болмады. Әдетте мұндай келеңсіздіктерге өз ісіне салғырт қарайтындар ұшырап жатады. Бірақ мұндай кімнің басынан өтпей жатыр? Барлық чемпиондарда болып тұрады. Бірақ мұндай үшін промотерлер теріс айналмаушы еді ғой. Ал Top Rank сондай иттік жасап отыр. No Limit артық берген $1000 олар жаба алмайды дейсіздер ме? Қаласа үстінен $100 мың қосып, бір жола қарсы тарапты өшіре салуы Арумға түкті емес. Дегенмен бұл әдейі жасалған акция екен анық. Америкадағы атақты инсайдер Дэн Рафаэль де бұған қатты таңғалып отыр. Мұндай сауда ешқашан $1 мың айырмашылығымен аяқталған есімде жоқ. Бұл жабайылық деп бағалапты. Жәнібекте үнсіз қалмады. Менде сөз жоқ. Бұл не болды деп Боб Арум мен Карл Мораттиге сұрақ қойған. Жауабын әрине аталмыш азаматтар бере қоймасы анық. Енді қараңыздар, мен Жәнібекке чемпион болмай тұрғанда бұл компаниядан бірінші мүмкіндікте аяқ қолын жинап кетуді сұрағанмын. Өйткені сол кезде бірде-бір тұшымды, қаржылы, танымал қарсыластармен жекпе-жек ұйымдастырылған жоқ. Кейін чемпион атанды, қос белбеу алынды. Бұдан кейінде келісімшарт қайта қаралған анық. Ол жаңартылған да болу шарт. Бірақ одан кейінде іліп алар кездесуді өткізбеді ғой. Енді қазақ профи оңайшылықпен ол жақтан кете алмайды. Қоғамдық дүмпу тудыратын жағдайда оның еншісінде жоқ. Өйткені Америкада оны ешкім танымайды. Өкінішті әрине, Жәнібектің командасына мықты менеджерлердің жоқ болғаны, жеке мүддені ойламай глобалды мақсаттарды алға тартып, үлкен талаптар қойып, соған көндіру керек еді. Сол кезде қазіргідей күйде отырмаушы еді. Позициясы патшалық болу керек қой чемпионның. Оның орнына тағдырын толықтай промотерлік компанияға ұстата салды. Енді міне алғашқы масқара шығып отыр. Мұнда айтылып отырғанның барлығы менің жеке пікірім. Соны ескеріңіздер. Неге саудадан Top Rank ұтылды? Бұл әдейі жасалынып отыр. Мүмкін қазақ енді Арумға қажет емес шығар. Өйткені саудан ұтып алған тарап кешті толықтай өздері өткізеді. Өздері кеште төрешілер таңдайды. Өздері супервайзерлерді қояды. Ал банкетті басқаратын әрине төлейтін тарап емес пе? Әдетте төрешілер кімнің жағында болса, солардың боксшылары ұтып жатады. Допинг тексеру жергілікті боксшыда болмау мүмкін. Әрине, шартты түрде ол болады. Бірақ фальсификация орын алмайтындығына кім кепіл? Ең бастысы, енді бұл кездесу Америкада емес, Михайловичтің екінші отаны болып табылатын Жаңа Зеландияда өткізіледі. Демек, американдық спорттық кеңестердің қатысуынсыз. Міне ең өкінішті тұсы осы. No Limit деп аталатын ұйым қазір профи бокста дамып келе жатқан компания. Қол астыларына мықты боксшыларды жинап жүр. Чемпиондары да жетерлік. Ех шіркін, сол күйі бір танымал мықтымен шықпай белбеуден айырылып жатса әрине біз үшін қатты өкініш болады. Дегенмен теңгенің екінші жағы да бар емес пе? Мұнда бәрі алдын ала шешіліп қойды деп күңірене бермейік. Көп нәрсе әлде Жәнібектің қолында. Михайловичтен өтер кездесуде біздің оғлан нокаутпен ұтып алатындығына сенім мол. Шамас жетеді деп ойлаймын. Не де болса бұл жәкең үшін нағыз сын сағаты. Ол жерден де бейқамдық болмау керек. Жеңіс үшін барлық айла тәсіл тиімді екені баршаға белгілі. Сондықтан алдағы бәсекеде қарсы тарапта әр нәрсеге айыптауда дұрыс емес. Демек, дайын болу керек. Бұрын соңды болмаған дайындықта. Ал біз позитивте болуға тырысамыз. Әйтсе де, жаман айтпай жақсы жоқ дегенді қаперімізде ұстағанымыз абзал. Алла сабыр берсін бізге. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.